Қайырлы күн, достар. Сіздер менімен Құралай. Бүгін мен өз әдісіммен лечо салатын жасауды бөлісемін. Бізге керегі бір ящик 10 килограмм помидор. Енді жаңағы осы помидорымызды жуып, өстіп кесіп дайындап қойдым. Енді осыны мясорубкадан өткіземіз. Мен өстіп мясорубкадан тартып алып, осылай ыдысқа құйдым. Газге қойдым. Қазір қайнағасын, көпірігін алып, тұзын саламын. Осының қайнағаннан кейін өстіп көбігі шығады. Көбігін осылай алып тастаймыз. Осыған 3-4 ас қасық өстіп тұз саламыз. Дәмін қарап отырып, өздеріңізде тағы салуға болады. Енді осы қайнап тұрған томатымызға мына жерден қуырылған жуамызды саламыз. Енді осы жуадан қалған майға осындай морковымызды кубиктеп қурап, кішкене қуырып аламыз. Морковымызды бір 5-10 минуттай осылай қып-қызыл қуырып алып, осыған саламыз. Осы кастрюльге саламыз. Осы морковь қуырған кішкене майымызға салып қуырамыз. 5 минут қуырып, осының үстіне саламыз. Осы 3 перец керек, 3 перецті турап, перецпен бірге осы кастрюльге саламыз. Қуырылып болды, біз енді ішіне қуырмаймыз. Осы кастрюльдегінің бәрін ішіндегі майымен бірге мында саламыз. Осыған жаңағы перецімізді саламыз. Осы перецімізді салып, былғап жібереміз. Ішіне керекті салатын овощтарымызды өстіп майға қуырып, әдемі етіп қуырып, қызартып, осылай салсаңыздар, осылай томатымыз осылай қып-қызыл болып шығады. Осындай бұршақтарды салсаңыздар, салаттарыңызға өте дәм береді, жақсы.
Енді бұған секер саламыз. Енді бұған секер салып жатырмыз. Осындай бір кесе секер салып жатырмын. Сіздер өз қалауларыңызша салыңыздар, мен өз қалауыммен салып жатырмын. Мен дәмін көріп отырып саламын. Біздің дәмін қарадым, маған өзіме ұнады. Секерін салып, енді мынаң астын морковы піскенше кішкене астын азайтып қоямыз. Морковы жұмсақ болып піскенше астын азайтып қойып, дәмін қарап, үстіне ас көктерді саламыз. Зелень, көкжуа, укроп және чеснок үшеуін бірге салып жібереміз де жарты сағат қайнатып өшіретін боламыз. Ас көктерімізді жуып алып, өстіп турап аламыз қазір. Укроп, пияздарды осылай тамырымен турап жіберсеңіздер, витаминнің бәрі осы тамырында. Уақтап турап, лақтырмай осыны бірге қосып жіберіңіздер, өте дәмді болады. Зелендерімізді осылай турап алып ыдысқа салып қойдым. Енді осыны қайнап жатқан кастрөлімізге саламыз. Осы көк жуамызды туралған. Осыған саламыз. Сосын оның үстіне осы бір кесе чесногымызды салып араластырамыз. Осыны араластырып, жарты сағат қайнатамыз. Араластырып, жарты сағат қайнатып, дәмін тұзын қарап, өшіріп банкілерге басамыз. Мына менің салатым дайын болып қалды. Енді осыған осындай ас қасықпен уксус құятын боламын. Осындай уксус құямын. Менің уксусым осыны. Уксус құйып болғаннан кейін осыны 5 минут қайнатып, стерилизовать етіп жатқан банкілерімізге жабатын боламыз. Біздің салатымыз осылай қайнап болды. Енді стерилизовать еткен банкілерімізге құятын боламыз. Міне мен банкілерімді жауып болдым. Енді осылай банкілерім шықты. Міне менде осындай салат шықты. Өте дәмді. Жасап көріңіздер. Лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыз.